Ал достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ол бақытты отбасы деген бағдарлама туралы әңгімелесу. Бірақ бірінші бастамақ бұрын кәдімгідей менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Сіздердің лайктарыңыз болсын, дизлайктарыңыз болсын, комментарий жазсаңыздар тіпті керемет. Енді бақытты отбасыға тоқталып өтейік. Бақытты отбасы менің ойымша ең күшті бағдарламаның бірі. Өйткені алғашқы жарна 10% құрайды. Банктың пайызы 2%. Достар, ең төмен пайызды ипотека. Қандай банкте бұндай пайыздар бар? Ешқандай деп ойлаймын. Сондықтан бұл бақытты отбасыға кімдер қатыса алады? Соны айтып өтейік. Тек қана үйдің кезегінде тұрған көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі баланы асырап жатқан отбасылар, өздері мүмкіндігі шектеулі кісілер және де жетімдер. Осы 4 категория осы бағдарламаға қатыса алады. Алғашқы жарна 10%, банктың пайызы 2%, оны айтып өттім. Енді соңғы кезде былтырдан бастап бұл бағдарламаға кішкене өзгерістер енгізілді. Егер де бұрындары бұл бағдарламадан өткен кісілер болса, алғашқы нарық болсын, екінші нарық болсын, қалаған нарықтан алуға болатын еді. Қазірден бастап тек қана акиматтың соғып жатқан үйінен ғана ала алады. Ол бір. Бақытты отбасыдан өткен кісілер келесі бағдарлама Нұрлы жер атты немесе шаңыраққа қатысып, одан өткен кезде сосын барып тек қана үйдің кілтіне ие бола алады. Осындай өзгерістер бақытты отбасы бағдарламасы бойынша. Ал сіздермен болған мен, Майра ханым, менің каналыма жазылды. Мен Майра ханым, ал сіздер келесі видеомда үзіп алмаңыздар, ол Нұрлы жер атты бағдарлама туралы видео болады. Қош сау болыңыздар.